Ассалаумағалейкум көрермендер. Біз бүгін қазақтың батыры Кейкі мерген туралы айтатын боламыз. Кейкі Нұрмағамбет Көкембайұлы 1871-1922 жылдар аралығында өмір сүрген. 1916 жылғы Торғайда болған ұлт-азаттық көтерілістің батыры. Атақты мерген Кейкі батыр Қостанай облысы Аманкелді ауданының Байтума қопасында дүниеге келген. Ол орта жүз құрамындағы Қыпшақ тайпасының Құлан Қыпшақ руынан шыққан. Кейкінің ұлы аталары Төрештің Торайғыры мен Жаукенің Сәуденбегі Кенесары көтерілісіне қатысқан жаужүрек батырлар. Бұдан батырлық ата тегінен бері үзілмей келе жатқан, арғы тамырынан бері ерлік пен өрлік үзілмеген текті әулеттен шыққаны аңдалады. Кейкінің азан шақырылып қойған шын есімі Нұрмағамбет. Оның Кейкі атануының сыры жасынан аң-құс аулап кісіге онша жоламай, біртүрлі киік киіп жапан далада жалғыз жүргендігінен. Кейкі балуан денелі, түсі суық, ашуланғанда екі көзі от болып жанып кететін бірбеткей қайсар, арқа, торғай даласын жатқа білген, күн райын алдын ала дәл болжаған адам болған деп сипаттайды көзін көрген қариялар. Сонымен қатар қолына Құран ұстап, намаз оқыған, ғайбат сөз айтпаған, теріс қылық жасамаған, әдептілігімен ауылдастарының ерекше сый-құрметіне бөленген. Ел тарихында Кейкінің құралайды көзге атқан деп сипаттайтын ғажайып қолмергендігі ақиқаттан шығып аңызға айналып кетті. Кейкі жас шағында Жаланшық болысының алпауыты Рахмет Шашанбайұлының малын қорып, дұшпандарына аттандыратын жігіті болған. Өз төңірегінде оның жылқышы аты да дүркіреп тұрыпты. Ол кезде қазақтың басты байлығы жылқысымен өлшенетін. Ал Рахметтің жер қайысқан көп жылқысы болған. Осыншама қылқұйрықтыны ит құсқа жем қылмай, бағып қағу үшін бақ дәулет иесіне қырдың айла амалдарын жетік, барымташылық өнеріне жақсы білетін әрі жүректі жігіт қажет болған. Кейкі жас кезінде Рахметтің жылқысын бағып, талай рет түн жортып келген барымташылармен де белдесті. Талай рет қарымта қайтаруға да қатысып, шындалып өсті. Батырлыққа барымташылық арқылы келу сол заманға тән үрдіс болатын. Халық арасында Аманкелді көз мерген, Кейкі қол мерген еді деген сөз айтылады. Мұның сыры Аманкелді сардар, қайын сананы да көздеп атқан және көздегенін еш қашан мүлт жібермеген болса, Кейкі кез келген нысананы атпен шауып та, жаяу жүгіріп те келе жатып та шапшаң атып түсіре беретін нағыз мергеннің өзі болған. Оның жастайынан мылтық атуға әбден машықтанғаны соншалық, қандай қимыл үстінде де екі қолы мылтықты нысанаға дәл ұсынатын. Кейкі Аманкелдімен бірге өсіп, біте қайнасып, жан шірегіне айналған жан. Оның ел арасында тарап кеткен Аманкелді қай жақта болса, сол жақтамын деген сөзі оның сертке адал, уәдеге берік адам екенін және бас сардармен айнымас достығын аяқтаса керек. Тұрмыс махнетін ерте тартқан екі батырда әділдік жолында күресуді бала жастан мақсат тұтқан. Кейін 1916 жылы Торғайда ұлт-азаттық көтерілісі басталғанда Кейкі Аманкелдіні іздеп барып, Әбдіғаппар ханның әскерінде мергендер тобын басқарған. Кейкі батыр ұлт-азаттық көтерілісі кезінде Торғай қаласына шабуыл, құмкешу, күйік, бәтпақ қара, доғал соғыстарының бәріне де қатысқан. Академик Манаш Қозыбаев өзінің жауға шаптым тубайлап атты кітабында ақпанның 13 күні 1917 жылы Шолақсай керуен жолын торған Аманкелді өмен Кейкі бастаған 2000 сарбаз Шошқалы қолпада подполковник Кисловтың отрядын оқпен қарсы алды. Шабуылға шығып айқас салды. Дер кезінде шегініп әскердің ертеңгі жолын болжап, түнделетіп төте жолмен күйік қопасына жеткен сарбаздар Тышқан тамның маңайында қаңтардың 14 күні Кислов отрядын қайтадан қарсы алды. Еркіндікті аңсаған ерлердің беті қайтпай қарулы қолға қайтадан шығуы таңғажайып емес пе? Күйік қопадағы бұл айқаста атақты Құлан Қыпшақ Кейкі батыр ерен ерлік көрсетті. Жау тобына қырғидай тиіп, жазалаушылардың талайын жайратты, деп жазады. 1917 жылдың 16 ақпанында Торғай көтерілісшілерінің тобын жою үшін полковник Тургеневтің орынборлық 13 атты казак полкі Бәтпақ қараға бет түзеді. Жаулаушылардың қалың қолына көтерілісшілер 20 ақпанда Құмкешуде, 20 ақпанда
доғал үрпек бойында шабуыл жасап патша әскеріне едәуір шығынға ұшыратты. Осы шайқаста Кейкі батырдың тапқырлығы, соғысу тәсілдерін меңгерген шеберлігі, нысана қалғанын мүлт жібермей, жауына жасындай тиген ерлігі ел аузына ілігіп даңқ асты. 1916 жылғы сәуір айындағы Аманкелді Өтелбайұлы мен Қыпшақ хандығының көсемі Әбдіғаппардың жұмбақ өлімдері Кейкі батыр өмірін шұғыл өзгертті. Бұл шақта да Кейкі батыр сарбаздары ат үстінен түспеді. Себебі бір жағынан қызылдардан жөмкелей қашқан Колчактың қалдық әскерлері бейбіт ауылдарды тонаса, екінші жағынан советтік қызыл әскерінің де салық жиналды сылтауратып, қазақ ауылдарына істеген шектен тыс зорлық зомбылығы қатты әсер етті. Кейкі батырдың ақтарға да қызылдарға да қарат айтатын ақ орыс та орыс, қызыл орыс та орыс деген сөзі осындайдан шыққан. Торғай даласына совет үкіметі орныққан соң Кейкі сарбаздарын таратып біржола бейқам тыныш өмір сүруге түседі. Әскер және билік ісіне араласпай ел арасы тыншыған сәтте де оның артында аңдулар мен тыншылық болғаны анық еді. Совет үкіметінің жансыздары тарапынан болған бұл әрекет Кейкіні де жайына қоймады. Олардың жоғары жаққа жолдаған хаттарында батырды банды, ел арасын бұзушы, қарақшы деп сипаттап отырғаны туралы деректер бар. Осы ретте Кейкінің маңында советтік шенеуніктерден әділетсіздік көрген жапа шеккен кедей кепшік, жарлы жақыбайлар жиналып қалған еді. Бұл оқиға отқа май құйғандай әсер етті. Кейкі батырдың бұл кездегі атағы дұшпандарын да сескендірген. Тіпті қарсақпай ішкі істер бөлімі жансыздары тынымсыз іздестіруі арқылы батырдың жатқан жері, із тастап баратын бағыты, жер-жердегі батыр сеніміне кірген азаматтар бәрі тексеріліп, анықталып, жазылған құпия жазбалар Торғайдағы әскери комиссариатқа жолданып отырған. Олардың Кейкіні алуы ұстауы оңайға түспеген. Әскери жасақпен күшпен ұстау нәтиже бермеген соң, бетпе-бет шайқаста Кейкі қарсыласын ойсырата қырып кеткен соң, олар батырды айла шарғы арқылы қолға түсіруге жоспар құрады. Арнаулы ұйым ақылдаса келе, Әліби Жангелдиннің атынан Кейкіге кешірім хат дайындатқызып, оны жеткізуді Торғай аймағына танымал комиссар революционер Александр Токаревке тапсырды. 1922 жылдың сәуір айының ортасынан ауа Торғай қаласына 26 шақырым Шуақбай деген жердегі белгілі бай Нұршабайдың Әбдіхалығының үйінде сенімсіздігі білінген Токаревті Кейкі батыр атып өлтірді. Осы оқиғадан кейін батыр Шуақбайдан төтелеп Аққұм, Айырқұм, одан Рахмет ауылына 2 күн жүріп, 3-ші кеште өзінің ат жалын тартып мінген жастық шағы бүкіл саналы ғұмыр өткен алтын мекенге ат басын тірейді. Батырдың ең соңғы тоқтаған жері Жалаулының Жылан шыққа құяр сағасы. Осы жерде ол Торғайдың арнайы шыққан Жәләевтің жазалаушы отрядымен атысады. Жанындағы екі татардың сатқындығы кесірінен оққа ұшырайды. Батырды өлтіру операциясы аяусыз жауыздықпен іске асырылған. Айы күніне жетіп отырған аяғы ауыр Ақжан сұлуды да шашынан сүйреп далаға алып шығып атып өлтіреді. Біреуі Кейкі туады деп Ақжанның ішін қылышпен жарып, ішіндегі туарманға келген ұл баланы аударып тастаған. Басқа бір бөлмесін ұйықтап қалған інісі Шұбарды алып шығып атып өлтірген. Батырға опасыздық жасаған қос сатқынға да марапат ажалына 2 оқ бұйырған. Құлан Кейкі батыр әке-шешесінен жалғыз еместі. Ол алдында арқа сүйейтін ағасы, соңында қолтығынан демейтін інісі бар 5 ағайынды болатын. Олар Омар, Осман, Қосжан, Кейкі, Шұбар деп аталатын бір-бірімен қаны да, жаны да бір бауырлар еді. Кейкі батырмен бірге туған 5 адамның ішінде қазір Қосжаннан ғана ұрпақ қалған. Қалғандары Кейкі батырға халық жауы деген нақақ жаламен жаппай қуғындауға ұшыраған. Орыстар Кейкі батыр Көкембай ұлының басын кесіп алып, Торғай қаласының орталығында бағана басына 7 күн бойы іліп қойып, жұртты шошындырды. Осылай жасау арқылы ел жұртты үрейде ұстап отыру ежелгі тәсіл болатын. Батырдың бас сүйегін Букениш деген біреу Санкт-Петербургтың антропология және этнография мұражайына тапсырған.
Батыр бабамыздың бас сүйегін қазақ ғалым жазушылары Тұрсын Жұртбай, Шәріпбек Әмірбек және Думан Рамазан өз көздерімен көріп қайтты. Хан Кененің басын іздеп жүріп, Кейкінікіне кез болған жазушы зерттеуші Думан Рамазан атамыздың бас сүйегінің нөмірі 3363 екен. Череп знаменитого бандита казаха Кейка, уроженца Кайдаулский, Тургайского уезда, казненного в советский период, от Букинича в дар 1926 год деп жазылған негізі құжатта. Ал екінші бір жазбада череп знаменитого киргизского бандита Кейка Тургайского уезда, Кайдаулский волости, свирепствовавшего в степи, в 22 и 23 году наводил ужас своими зверствами на местное население и на переселенцев, двигающихся из Актюбинска на Атбасар, был очень набожен и всегда в молитвах раскаивался в преступлениях, деп жазады. Жорағұл Жорға атты кітабында сонымен қатар Рамазан мынандай деректі көрсетеді. Он почитается киргизами за свою храбрость и считается батырем, несмотря на свой невзрачный вид, низкого роста, худощавый деп жазылған. Батырлық деген алып дене, бұлақ күш пен сұлу сымбат еместігін қазаққа дәлелдеп жатудың қажеті жоқ. Жүректілік дене тұлғасының ірі кішілігіне қарамайды. Атам қазақ батыр адамдарды жүрегінің түгіне, яғни ет жүректе бір тал қылшықтың бар жоғына қарап бағалайды. Кейкі батырдың бас сүйегін туған еліне жеткізу қазақ халқының көп жылдан бергі ізгі арман еді. Батыр басын қайтару мәселесі республикада әлденеше рет көтеріліп, сонымен қатар хан Кенесарының бас сүйегі де қайтарылса деген талап қойылған. Кейкі батырдың бас сүйегі Қазақстанға 2016 жылдың 6 қазан күні жеткізілді. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік музейінің директоры Нұрсан Әлімбай 12 қазан күні Кейкі батырдың бас сүйегін антропологиялық сараптама үшін Венгрияға жеткізетінін мәлімдеді. Бас сүйекті көрген ол Кейкі батырдың басы кетпенмен шабылғанын, бірнеше жерде кетпеннің ізі барын айтты. Басын тізерлетіп қойып, кетпенмен шапқан, мойнынан шапқан, оң жақ бетін шауып түсірген. Барлық ізі бар. Өтпейтін кетпенмен бірнеше рет шабу деген сұмдық қой, деді Әлімбай. Оның сөзінше бас сүйектің паспортында бастың кетпенмен шабылғаны жазылған. Бас сүйектің барлық бөліктері бар және оларды қалпына келтіруге болады. Бас сүйекті толық қалпына келтіру үшін қазіргі уақытта Мажарстанның жаратылыстану ғылымдары мұражайында арнаулы мамандар, антрополог ғалымдар жұмыс істеп, батыр бабамыздың бейнесін қалпына келтірді. Мажар мамандарының батырдың сүйегіне сараптама жасап, оның қайтыс болған кезде жасы шамамен қаншада болғанын, неден қайтыс болғанын анықтады. Біз Кейкі батырдың қалай қайтыс болғанын тарихта білеміз, ал сараптамадан оның қандай жарақаттар алғанын көруге болады. Оны желгесінен металдан жасалған затпен кем дегенде 7 рет ұрған. Содан сүйегі сынып кеткен, қатты жарақат алған. Рентгеннен де жарақаттардың барлығы көрініп тұр дейді олар. Осылай, Кейкінің шынайы бейнесі қалпына келтіріліп, туған елімен қауышты. Болашақ үшін, ұлттың ертеңі үшін жанын қиған ардақты бабамыздың асыл бейнесі ұрпақ жадында мәңгі қалады. Аллах Кейкі батырға жәннатын нәсіп етіп, тозақ отынан, қабір азабынан сақтасын. Бүгінге осы, аман, сау болыңыздар. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من
بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.